Сен бұларды сол уақытқа дейін еркіндік бер. Мерзім бер, ей Мұхаммед. Бұл дүние бітеді. Бұл дүние біткеннен кейін мәңгі ақырет келеді. Мәңгі, ей Мұхаммед, мәңгі. Білесің ба не бар олар үшін? Ол жақта. Инна ладайна анкалан ва жахима. Біздің қасымызда ауыр кісендер бар дейді. Тозақтың жаңағы бөлімшелерін айтып жатыр. Тозақпен байланысты азаптың түрлерін, азаптың құралдарын айтып жатыр. Біздің қасымызда ауыр кісендер бар. Қазір еркін жүре берсін, ертең кісенге байлаймыз дейді. Қараңызшы. Уа жахима, және жалындаған тозақ бар қасымызда. Сол уақытқа дейін күле тұрсын, ойнай тұрсын. Ей Мұхаммед, сондай-ақ ол жақта бір тағам бар дейді. Тағам, тозақтық тағам, тозақтық ауқат. Зәғуссотин дейді. Өңешке қадалып қалатын дейді. Мәжбүрлеп тұрып жұтқызамыз да, өңешіне қадалады дейді. Өңештен қадалғанда не бері шықпайды, не әрі кетпейді. Сөйтіп тұншықтырумен болады дейді. Тұншықтыратын тағам бар біздің қасымызда, ей Мұхаммед. Осы нәрсеге бара жатыр олар, егер тәубаларына келмесе. Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мұъминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мұъминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқал лазина кафару иля джаханнама зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаханнамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха, жаханнамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха. Өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады, мысалы, үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді ол күні. Мүмкін кешіреді Раббымыз. Аллах Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана айдалып әкеліп жатқан кезінде жаханнамға қарай дейді. Ойлаңшы, сосын ана жаханнам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Анау Субханалла. Сол есіктер ашылғаннан кейін футихат абуабуха. Вақауля лахум хазанатуха. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хазанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі: Вақауля лахум хазанатуха алам я'тикум русулу минкум. Сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? Ятлуна алейкум аяти раббикум.